Кеш жарық құрметті ханымдар мен мырзалар, ардақты ағайын, қымбатты қонақтар, ассалаумағалейкум деп бастайтын болсам жырымды, армысың арда қазағым, ұлыдан қалған үгінді. Аталарымыз арма ақсақал шеттерінен білімді, әжелерім аман ба тұмаққа орап өсірген немере дейтін құлынды. Ағаларым армысың 10 жаста оғын жоғызып, тәрбілеген ұлымды, жекелерім байланыс ресетеді көзіме, қырда өсетін гүлімді. Біз қазақ дейтін еледік, той десе қу босы болып белемейтіғын шығынды. Бір тайдың еті бір тойда, қазаққа болмас шығымды, жайылған ол дастархан, барлықтарыңызға болсын сығымды. Бүгінгі тойдың иесі Мұзафар ағамыз бен Гүлбаршын жеңгеміздің өмірі болсын ғұмырлы. Ұл қыздары көп болып, үмірлі болсын шүбірлі, түйетін болсам түбірді, қойыңдар енді алайын тойдағы үбір-күбірді, шапалақ қайда шымкент, той құтты болсын бүгінгі бір болсын қой ағайын, қуаныш құтты болсын деймін. Енді қымбатты ағайын, бүгін мінекей үшінші мегаполис оңтүстік шым қаламыздың төрінде мәуелі ағашындай тамыр тіреңге жылған қызыл қаңлы елінде Шертаевтар әулетінде бір үлкен қуаныш ағайын. Бүгін осы елдің апталдай асыл азаматы Мұзафар ағамыз бен Гүлбаршын жеңгеміздің шаңырағы шаттығын еліп, өзім деген өзегім деген бауырым деген ағайын туға туысын басын қосып, кең дастархан жайып, мінекей өздерінің артынан ерген мақтаныштары, арқа сүйер азаматтары мирастай ұлдың құрметіне сізде той беріп жатыр. Той иелеріне бүгінгі тойларыңыз құтты болсын деп тағы да бір қосып қойсаңыздар болады ма? Енді тойдың ішіндегі төресі сүндет той дейді. Бүгін барлықтарыңыз мінекей төріндей бастарыңызбен төрге шығып, қазақтың ең үлкен тойына келіп отырсыздар. Той қуаныш жұғысы болсын дейміз. Қазір тойымыздың төріне бүгінгі тойдың иелері, қуаныштың иелері Мұзафар ағамызды, Гүлбаршын жеңгемізді ұлдарымен, қыздарымен ортаға шақырамыз. Бір әдемі әуеннің аясында сіз бір қол соғып күтіп алсаңыздар жарасады. Кел, той иелері келіп жатыр ағайын. Туралды қазағымның бүгін дәстүрлері ай. Көктем біткен халқымыздың асыл арманы ай. Берекелі қазақ жері ел берекелі, дәстүрлері жоғалтпаған қазағымның бұл кешегі. Рахмет. Шапалақ салыңдар. Қалай, мәке бола ма шапалақ аз ба? Бола ма? Болды, аз ба қылмаса болды. Енді мәке қуаныш құтты болсын, жеңге той құтты болсын. Адам өзі мұң жасамайды, ұрпағымен мұң жасайды дейді. Осы ұл қыздарыңызбен мұң жасаңыздар. Алла тағала ғұмырларыңызды ұзақ қылсын. Көрген қызықтарыңыздан әлі көретін қызықтарыңыз көп болсын. Мінекей қызды қияға, ұлды ұяға қондырып, осындай бір әдемі сарайда құдағи болып тұруға Алла тағала нәсіп етсін. Бүгін мінекей мирастай азаматтың атқа мінген қуанышы, әдемі тойы. Қазір ортаға осы мирастың атын ортаға алдырамыз. Әдесі жақсылап жайғастырып, өзіңіз сіздің жолыңызды берсін деп мәкен ниетпен ортаға бірінші атталып білейік. Ал, мирасын атталып біліңіздер. Әке жақсылап жайғастырыңыз оң жағынан ұлыңызды. Әке көрген оқ жонар деп мінеке сіздің жолыңызды берсін. Ар жағынан, арғы беттен, мәке ар жағынан. Мирас, оң бол, көдер бол, Мирас. Қоржынға тамам даянамыздар ғайын. Күзгелерден дара туған, ұрғамыздан жара тұрған.
бір кісілер сабадыр, бір кісілер ыза шабадыр әйтеуір. Қымбатты ағайын, адам пенде болғаннан кейін 2 рет, 3 рет тұрмыс құруы мүмкін, бірақ сүндетке бір-ақ рет отырады ағайын. Бір қуанышқа бөлінген мирастай азаматтан бір қол соғып қойсаңыздар болады. Атқан мінгені құтты болсын деп. Енді қазір Мұзафар аға, ізіңізді жалғаушы азаматымыз, жолыңызды, мақтанышыңызды итқа салып, тойдың төрінде мінеге тақтымыз солындай бір әдем орынды дайындаған екенбіз. Сол орынға жақсап жайғастырасыз, алдымен итқа сабаңыз мінеге. Көтер. Әкесімен бір суретті түсіріп алыңыздар, әдемілеп тұр. Мінеге қымбаттаған нағыз ер азамат мирас сойылды тойдың тұғырына әкесі әдемілеп жайғастырды. Бүгін енді барлығымыз осы мирасқа әдемі тілегімізді, жақсы ниетімізді арнап, ақ батамызды беретін боламыз. Қазір мен тойдың төресіне бүгін осындай әдемі кең сарайда кең дастархан жайып, дүбірлі той беріп жатқан Мұзафар ағамыздың, Гүлбаршын анамыздың кең дастарханын ашып бірге осы әулетіміздің үлкендері Бақтияр ағамызды, Сапарайым анамызды және Раушан әпкемізді ортаға шақырайын. Тойдың төресіне келіңіздер, алғашқы тілекті батаны өздеріңізді тыңдаймыз. Келіңіздер, Бақтияр аға, Сапарайым әпкеміз, Раушан әпкеміз. Рүстем ағамыз келсін дейді, Рүстем ағала келіңіз.